Бүгін өте жұмсақ әрі нәзік Наполеон тортын жасайтын боламыз. Ең әуелі ұнымызға сармаймызды салып, барлығын ұнтақтап аламыз. Содан соң салқын суымызға 2 жұмыртқамызды, тұзды және де уксусымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң ұнымыздың үстінен салып, қамырымызды илемейміз, тек қана бір-біріне біріктіреміз. Өте тез қимылдаңыздар, салқын күйінде барлығын біріктіріп, тоңазытқышқа салып қоятын боламыз. Кемі 1 сағат, және де дәл осы қамырды ұзақ уақытқа да сақтауға болады. 1 ай көлемінде тоңазытқышта сақталып тұра береді. Осы қамырымызды 10 бөлікке бөліп, барлығын жайып аламыз. Өзімізге керекті формамызды кесіп, ішін шанышқымен тесіп шығамыз. Әйтпесе, қамырымыз көтеріліп кетуі мүмкін. Барлығын 230 градуста қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Міне сары түстес өте әдемі болып піседі. Мен заварной крем қолдандым. Енді тортты жинаймыз. Кремі қаншалықты көп болса, Наполеонымыз соншалықты жұмсақ болады. Барлық тортты жинаймыз. Осымен біздің тортымыз дайын, ал шетіндегілерін майдалап бетіне септім. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәл осы рецептпен өте керемет болып шығады. Сіздермен болған ләззат. Видео пайдалы болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.